Егер несиені төлеу мүмкіншілігі болмаса. Сәлем достар, сізбен адвокат Тайыр Насханов. Қазіргі таңда көп адамдар карантиннің кесірінен жұмысынан айырылып жатыр. Соған байланысты несиені төлеу мәселесі туындауда. Егер сізде ешқандай табыс пен мүлік болмаса, бірақ банк қызметкерлері мен коллекторлар телефон соғып, сізді мазалап тұрса, не істеу керек? Алдымен сабыр сақтаңыз. Бұл ақырзаман емес. Егер сіз күніңізді әрен көріп жүрсеңіз, әрине алдымен сіздің бас мақсатыңыз тамақ пен дәрі-дәрмек табу болады. Банк қызметкерлері мен коллекторлардың қоқан лоқы сөздерінің қорықпаңыз. Бұл әшейін бос сөз. Сізді ешкім айлакерлікке тарта алмайды. Банк пен сіздің араңызда азаматтық шарт бар. Сіздің банкты лақтырып кету туралы ниетіңіз болған жоқ. Ал қазір төлеуге шамаңыз жетпей жатыр, өйткені сіз табысыңыздан айырылып қалдыңыз. Сонда да сізге таңертең 6-7-лерде түнде мазалап телефон соғып жатады. Не істей аласыз? Телефон нөмірін ауыстырып тыныш ұйықтаңыз. Бірақ телефон шалғаннан кейін сот процесі басталуы мүмкін. Осы жерде екі жол бар. Біріншісі ол күресу. Мысалы, сізде автонесие. Банк сіздің көлігіңізді төмен бағамен сатайын деп жүр. Сіз онымен келіспей, сотта жаңа сараптама тағайындауды сұрай аласыз. Содан кейін әділетті бағамен машинені сатып, банкпен проблеманы шеше аласыз. Бірақ есіңізде болсын, сот практикасында судьялардың 90% банктың талап арыздарын қолдайды. Өкінішке орай, олар сіздің ауыр өміріңізбен жұмыссыз қалғаныңыз туралы сөздеріңізге құлақ аспайды. Бұл жағдайда күресесіз бе, әлде шешімді өзіңіз қабылдайсыз? Сот процесінде ұтылып қалғаннан кейін атқару өндірісі басталады. Сізді жеке атқарушы шақырады. Қорықпай барыңыз. Бірақ соннан мүлік жоқтығы туралы анықтама, жұмыстан шығып қалғаныңыз туралы бұйрықты, жұмысыңыз жоқтығы туралы анықтама алып, атқарушыға көрсетіңіз және түсініктемеңізді тіркеңіз. Осылайша сіз нақты төлей алмайтыныңызды көрсетесіз және дәлелдейсіз. Егер содан кейін жұмыс немесе басқа табыс таба алмасаңыз, күтіңіз. Атқару өндірісінің мерзімі 3 жыл. Атқарушы анда-санда сізді тексереді. Сізде мүлік пен кірістің жоқтығын білген сот орындаушысы атқару парағын банкке қайтарады. Соңында банк сіздің қарызыңызды өз есебінен жауып тастайды. Егер бұл тақырып сізге ұнаса, комментарий жазыңыз. Мен онда несие туралы қосымша видеолар жасап тұрамын. Егер осы видео сізге ұнаса, лайк қойыңыз, менің каналыма жазылыңыз. Сау болыңыздар, сізбен бірге адвокат Тайыр Насханов болды.